еліміздің көзі, болашаққа аманат. 18 сәуір халықаралық ескерткіштер күніне арнап, атадан қалған асыл мұра тақырыбы. Балалар, қазақ жерінде тарихи ескерткіштерді білу, оларды қорғап, қолдау біздің басты міндетіміз. Типологиялық белгілері бойынша ескерткіштер бірнеше түрге бөлінеді. Археологиялық ескерткіштер, тарихи ескерткіштер және сәулет өнерінің ескерткіштері. Осындай ескерткіштердің бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ал енді Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жоспарына назар аударайық. Ол 8 бөлімнен тұрады. Бірінші, қазандық бөлім. Бұл қазандық бөлімде балдар 7 түрлі бағал металдан жасалған үлкен қола қазан тұр. Қазандық бөлмесінің төрінде Қожа Ахмет Яссауидің жатқан қабірханасы. Кітапхана, асхана және үлкен ақсарай, кіші ақсарай, құдықхана бар. Құдықханаға назар аударайық. Қазіргі Түркістанның қазіргі жағдайына назар аударайық. Бәріміз экранға қараймыз. Тұранда ер түрігім туып өскен, Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой, тамаша Түркістанда жерде туған, түріктің тәңер ерген несібесі ғой. Балалар, енді Шымкент қаласындағы өзіміздің туған қаламыздағы ескерткіштерге назар аударайық.